Кешірдім кітабы. Авторы Орақбаев Аслан. Сіздің жолыңыз болды. Өйткені бұл кітап сізге түрлі алпауыт ақпараттардың арасынан жетіп отыр. Осы кітапқа назар салған екенсіз, демек санаңыз ұйқыға кетпеген деген сөз. Кітаптан өзіңді, өзгелерді кешіруді, өмірдегі жағдайларды сол қалпында қабылдауды үйренесің. Сондай-ақ еңбек түрлі жаттығуларды қамтиды. Осы сәтті пайдалана отырып қолыммен, сөзіммен болсын зияным тиген жандардан кешірім сұраймын. Ал маған жамандық қылғандарға Алла мені де, сені де кешірсін деген тілегім бар. Алғы сөз бұл кітап 7 түрлі қағидаға негізделген. Ішіндегі кейбір сөздерге келіспей, қарсылық танытып жатсаң, осы қағидаларды ескер. Бірінші қағида, кешіру дегеніміз қарсы тараптың жасаған жамандығын түк болмағандай ұмыта салу емес. Керісінше оны ойыңнан, санаңнан өшіріп тастау. Ондай жаман іспен шұғылданба. Осы қағиданы ешқашан ұмытпа. Бұл қағида айтуға оңай деп сөзді бөлетін жандарға қатысты жауап. Екінші қағида, өміріңде болып жатқан жағдайлардың барлығы өзің тілеп алған немесе саған пайда беретін сабақ. Өміріңдегі жағдайлардан сабақ алмастан ысырып тастама. Бұл қағиданы жазып алып, көзге көрінетін жерге қойып қой. Өмір бізді жақсы көрмейді деп налитындарға осылай жауап берсең болады. Үшінші қағида, қайғың қаншалықты ауыр болса да көңіліңе жақын алма. Жүрегіңе жақын қабылдама. Шаман келгенше ауыртпалықтарға жеңіл қарауға тырыс. Оның да өткінші екенін біл. Алдыңда сені бақытты күндерін күтіп тұрғанын ұмытпа. Төртінші қағида, көпшілігіміз қиял әлемінде өмір сүргендіктен күйзеліске түсіп жүреміз. Ал ақиқат ортаға кешігіп шығады. Барлығын білемін, басқалары білмейді деп ойлама. Барлығымыз белгілі бір дәрежеде ақиқатты білеміз. Кейде ақиқаттың бірнеше қыры болады. Көп қазбалай берме, кеңінен ойлан. Бесінші қағида, егер меніңді жеңсең, көп нәрсеге қол жеткізіп, қиындықтарды айналып өтесің. Алтыншы қағида, сен періштеде, хайуанда емессің. Сен адамсың. Сол адамшылдығыңмен шұғылдан. Өзіңдегі адамдықты қабылда. Әлбетте, қателесесің, жығыласың, айта берсең шегі жоқ. Әрбір сәттен сабақ ала білуді үйренесің. Өкініш пен қарсылыққа уақытыңды жоғалтпа. Жетінші қағида, расында, жан тыныштығын кемшіліктерді кешіре алғанда ғана табасың. Ал оған қалай қол жеткізуді білмесең, онда саған қалай қадам жасау керектігін ұсынамыз. Өкпе реніш. Реніш бар жерде естеліктер болады. Біз өзгелерге ренжу арқылы олардың бізге қате қарым-қатынас жасағанын көрсеткіміз келеді. Алайда реніш пен өкпеге толы ойлар өзгелермен қарым-қатынасты ғана емес, денсаулығымызды да құртатынын біле бермейміз. Өкпе ренішті жинай отырып, бойымызға ауруларды да жия береді екенбіз. Бойымызда пайда болған сырқаттар реніш атаулыны ұмыту керектігін ескертеді. Олай болса, реніш пен өкпелі ойлардың өмірге қалай әсер ететініне қарайық. Әрқайсымыз осы бір жанға жағымсыз реніш деген сезімді бастан кешірдік. Әдетте өкпенің бойымыз бен ойымызға қандай із қалдырып жатқанын біле алмаймыз. Алайда бізге жасалған әділетсіздіктің жарасы ешқайда кетпей, ішімізде қалады. Оны көзге ілмей, аңғармаған болғанмен ол үнсіздік бара-бара ұлғайып, өмірімізді улай бастайды. Реніш әртүрлі, мән-жайды ортаға салып талқылап алған кезде ізі де қалмай жоғалатын өкпе болады. Өмір бойы ішіне жасырып жүретін реніштер де бар, тіпті ондай ойларды қайда жіберерімізді білмей қалып жату, соның нышаны. Анаңызға, әкеңізге, жарыңызға немесе әріптесіңізге, өзіңізге, балаңызға, туыстарға немесе достарға деген реніштер бар. Бұл реніштер сыртқа шықпаса өмір бойы жиналып жатады. Ал жиналған өкпемен реніш бақытты болуға, жайлы өмір сүруге, кеудені керіп демалуға кедергі келтіреді. Ата-анамен қарым-қатынас, барлық нәрсенің діңгегі, атап айтқанда, қарым-қатынас, кіріс, ішкі жағдайдың қалыптасудың діңгектері. Өкпе, психологиялық тұрғыдан айтар болса, тей жеңілдеп қаласыз, көп мөлшердегі энергияны бостандыққа шығарасыз, бақытты боласыз, жаңа жоба жасауға жол ашады, армандардың орындалуына жол ашылады, отбасымызды бақытты етеді, денедегі күш, қуатымыз артады. Ішімізде жатқан өкпе реніш, ауыр жүк, қап толы тасты арқалап жүргенмен тең. Адам баласы өкпе мен ренішті ұмытып кешірген кезде, өзін кінәлау мен елден ұялу деген сезімдерден арылады. Бойына қуат бітіп, әлдеқайда бақытты ғұмыр кешпек.
Өкпе психологиялық тұрғыдан айтар болсақ, алып күшке ие, тіпті жылдар бойы адамның өміріне ықпал етіп тұра беретін сезім. Өкпе ол сезім, шарасыздық пен ашу араласқан сезім. Ашу психологиялық шекара бұзылғанда көрініс табатын, бірақ адамның ұстамдылығымен тежеліп тұратын негативті күй. Бұл жағдай бала кезден бастау алады. Ата-ана баланың ашуын көтере алмаған кезде оны басып тастап отырған. Сол кезде бала шарасыздықтан өзінді қорғау үшін ештеңе істей алмадым-ау деп өкпелейді. Өкпенің басым бөлігі ескі болады, әрі ол адаммен өмір бойы бірге ғұмыр кешеді. Өкпе психологиялық тұрғыдан айтар болсақ, алып күшке ие, тіпті жылдар бойы адамның өміріне ықпал етіп тұра беретін сезім. Өкпе ол сезім, шарасыздық пен ашу араласқан сезім. Ашу психологиялық шекара бұзылғанда көрініс табатын, бірақ адамның ұстамдылығымен тежеліп тұратын негативті күй. Бұл жағдай бала кезден бастау алады. Ата-ана баланың ашуын көтере алмаған кезде оны басып тастап отырған. Сол кезде бала шарасыздықтан өзінді қорғау үшін ештеңе істей алмадым-ау деп өкпелейді. Өкпенің басым бөлігі ескі болады, әрі ол адаммен өмір бойы бірге ғұмыр кешеді.